Баршаңызға сәлем. Бүгін шығыстың тағамы дымляма дайындайтын боламын. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қажетті азық-түліктер: ет, пияз, картоп, сәбіз, болгар бұрышы және қызанақ пен орамжапырақ, тұз және түрлі дәмдеуіштер қажет болады. Ең бірінші қазанға май құямыз. Қызған соң етті саламыз. Еттің үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз. Етті 5-10 минут қуырып аламыз. Одан соң үстіне дөңгелек етіп туралған пияздарымызды саламыз. Мен аздап су құямын. Одан соң дөңгелек етіп туралған сәбіздерді саламыз. Дәмдеуіштерді себуді ұмытпаймыз үстінен. Одан соң екіге бөліп туралған картоптарымызды саламыз. Дәмдеуіштерімізді себеміз. Әр қабат сайын дәмдеуіштерді сеуіп отыруды ұмытпаймыз. Келесі кезекте болгар бұрышын саламыз. Үстіне 4-ке бөлінген қызанақты салып шығамыз. 2 түйір лавр жапырағын саламын. Сарымсақты тұтастай салып жібереміз. Дәмдеуіштерді сеуіп шығамын. Ең соңында орамжапырақтың жапырақтары мен дымляманың бетін жауып шығамыз. Қазанның қақпағын ауа шықпайтындай етіп мықтап жабамыз. 1 сағат баяу отта пісіреміз. Дымляма дайын болды. Енді орамжапырақтарды табаққа төсейміз. Одан кейін қалған көкөністерді бұзбай бәрін салып шығамын. Бұл тағам негізінде ешқандай су құйылмай өзінің соғымен пісіп шығуы керек. Бірақ мен аздап су құйдым. Міндетті түрде осы рецептпен дымляма жасап көріңіздер. Дәмі тіл үйіретін өте керемет болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, менің каналымдағы басқа да түрлі тағамдардың рецепттерін көруге кеңес беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.